Сәлем достар. Химияға ешқандай курсқа қатыспай-ақ есептерді шығарып үйренгіңіз келетін болса, менің каналыма жазылып алыңыз және де осы видеоны соңына дейін көріңіз. Есептің берілген шартын оқып берейін. Массасы 106 грамм калий карбонатына 73 грамм тұз қышқылын қосқан. Бөлінетін газдың қалыпты жағдайдағы көлемін анықтаңыз. Бірінші берілген жазып алайық. Берілгені деп 106 грамм калий карбонаты. Бұл масса, масса. Калий карбонаты. Калий 2CO3. 106 грамм. 73 грамм. Масса. Тұз қышқылы деген жазылуы H хлор. 73 грамм. Табу керек газдың көлемін. Көлем яғни бізде В газ деп қойайық. Қазірше реакция не түзілетінін білмейміз, сондықтан да осылай жазып қойсақ болады. Есеп шығарған кезде міндетті түрде реакция теңдеуін жазу керек, яғни бізде нелер әрекеттесті және нәтижесінде не түзілетінін анық көз жеткізу үшін реакция теңдеуі маңызды болып табылады. Яғни калий карбонаты мен H хлордың әрекеттесу реакциясын жазып алайық. Калий 2CO3 қосылған H хлор нәтижесінде газ бөлінді деп тұр. Мына жерде екі зат әрекеттескен, яғни бірінші өнімдер түзілу үшін әрине бірінші заттың бірінші тұрған элементі мен екінші заттың екінші тұрған элементі бірге қосылып кетеді. Калий хлориді, яғни бізде жаңа заттар түзіліп отыр. Қосылған бірінші заттың екінші бөлігі, яғни CO3 пен екінші заттың бірінші бөлігі, яғни H қосылып H2CO3 қышқыл түзіледі. Оны біз бұл жерде газ түзіледі дегендіктен газ күйінде екіге бөліп жазамыз. Яғни ол H2O қосылған CO2. Яғни бұл жерде CO2 бізде газ болып табылады екен. Яғни біз H2CO3 түзіледі негізінде. H2CO3-ті, яғни бізде H2CO3-ті бізде H2O плюс CO2. Мінекей, осыны осылай түрде жазуға болады. Яғни ол реакцияның берілген жағдайына байланысты. Мысалы, есепте сізде газ бөлінді дейтін болса, дәл осыны пайдалансаңыз болады. Яғни бұл деген сөз мынау дегенді білдіреді. Яғни бұл көмір қышқылы. Немесе былай жазуға болады, немесе былай. Яғни реакция жағдайына байланысты. Сондықтан да біз мына жағдайды алдық. H2O плюс CO2 газы. Яғни бізде бөлінген газ мінекей. Газ екендігін біз мынадай стрелканы қою арқылы белгілесек болады. Яғни бұл газ екендігін көрсетеді. Жоғары қарап тұрса, бұл газ. Ал енді теңестіруіне қарайық. Бұл жерде теңесу кезінде реакцияға дейін, яғни мына стрелкаға дейінгі реагенттерді қараймыз. Бірінші калий бізде 2 болып тұр. Мына жерде индексіне қараймыз. Калий 2, реакциядан кейін калий 1 болып тұр. Сондықтан мына алдына 2 қоямыз теңесу үшін. Енді калий 2 болды, енді қасында хлор да бізде 2 болып кетті. Сондықтан да мына жақтағы реакцияға дейінгі хлорды қараймыз. 1 болып тұр. Мына жақта 2 болып тұр. Сондықтан да алдына 2 қоямыз. Енді мына жерде H2 болып кетті. Реакциядан кейінгі H-ты қараймыз. Бұл жерде де 2 екен, яғни тең болып тұр. Енді оттегіні қараймыз. Оттегі 3 реакцияға дейін. Реакциядан кейін мына оттегі 2, судың қасындағы омен 3, яғни оттегіміз тең. Көміртек 1, калий 2, яғни бізде реакция тең деп айтуға болады. Осылай оңай теңестірдік. Енді берілген шамаларды жазып көрсетейін. Калий карбонаты 106 грамм. Бір сызып, мысалы, мен осылай 106 грамм деп жазалам. Тұз қышқылы 73. Бұны екі сызық қойын. 73 грамм. Табу керек газдың CO2-нің көлемі литр. Ал енді ең бірінші есеп шығарған кезде осы массасы берілген шамалардың эмерларын тауып алайық. Өйткені формулада міндетті түрде олардың эмері керек болады. Эмері бірінші
м тең mrға деп айтқан болатынбыз. Калий карбонаты. Калий СО3 үшін карбонаттың mrін тауып алайық. Бұл жерде басқа түспейміз. Калий бізде кесте бойынша 39-ға тең. Массасы 39-ды 2-ге көбейтеміз. 39-ды 2-ге көбейтеміз. Көміртек 12, оттек 16, 16-ны 3-ге көбейтеміз. Барлығын қосамыз. Сол кезде 138 болады. Келесі бізде H хлордың mrін тауып алайық. М тең mr. H хлор тең сутек 1, хлор 35-те 5 қосқан кезде 36-да 5 болады екен. Ал енді әрі қарай осы массалары берілген шамалардың біз зат мөлшерін тауып аламыз. Зат мөлшерін табу формуласы масса бөлінген м-ға. Бізде м дегеніміз mr-ға тең деп айттық. Яғни сонда бізде масса берілген, зат мөлшерін оңай табуға болады екен. Сонда әр қайсына калий карбонатына H хлордың зат мөлшерлерін тауып аламыз. Бірінші H хлор калий 2 СО3 тең массасы 106 берілген, 106 бөлу керек mr-на, яғни м-ға. Калий карбонаттың жазып қойдық есептеп, 138. Калькулятормен есептейміз. 106 бөлу 138. 0,0-ден кейін, үтірден кейін 2 сан, 3 сан алсаңыздар болады. Мысалы, мына жерде мен 3 сан алуыма болады. 0,768. 768 моль, иә? Екінші H хлор үшін тауып алайық. H хлор массасы 73 бөлінген mr-на. mr-і мінекей тауып қойдық. 36-да 5. 36-да 5. 73 бөлінген 36,5-ге. 2. Енді осы жерде қызықты сәт басталады. Яғни жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Бұл жерде екі зат мөлшері. Келесі заттың, яғни табу керек затты табу үшін бізге зат мөлшері керек. Мысалы, бізде өнімнің көлемін табу керек. Көлем табу үшін бізге зат мөлшері керек. Ол зат мөлшерін біз қайдан аламыз, иә? Оны әрине мынау тауып алынған зат мөлшерінің біреуі қолданылады деген сөз. Ол үшін қараймыз. Осы екеуінен табылған зат мөлшерін салыстырамыз. Қайсысы кіші? 0,768 бе, әлде 2 ме? Әрине мына зат мөлшері бізде кіші болып табылады. Осы зат мөлшерін алып, химиялық реакция теңдеуі бойынша біз пропорция құрастырамыз. Нәтижеде орын аз болып тұр, сондықтан біз мынаны таңдап алдық. Енді мен мынаны өшіріп тастайын. Менімен бірге жазып отырсаңыз, өзіңізге түсінікті картина пайда болады. Мысалы, дәптеріңізге жазып отырсаңыз, мысалы, мен қазір өшіріп тастап жатырмын, сыймағандықтан. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Қайда кетті или қайдан алдыңыз деп сұрауларыңыз мүмкін. Сондықтан да өте мұқият қараңыздар. 0,768-ді таңдап алдық. Енді біз химиялық реакция теңдеуі бойынша дейміз да, пропорция құрастырамыз, достар. Бұл жерде бұл кімдікі? Бұл зат мөлшері. Әрине бұл калий карбонатынікі. Яғни біз мынау калий карбонаты мен СО2-нің арасында пропорция құрастырады екенбіз. Алдындағы коэффициенттеріне қарайық. 1 болып тұр, иә? Бұл жерде жазылмайды бірлер, яғни 1-де 1 болып тұр. Сондықтан да бір-біріне тең екендігін көруге болады. Бұл деген сөз жазып отырудың қажет жоқ пропорцияны. Яғни осы зат мөлшерін пайдаланып, біз СО2 газының көлемін таба қояды екенбіз. Бұл жерде көлем табу формуласы туралы айта кетейін. Бұл жерде көлем табу формуласы В тең ню көбейтілген ВМ. Дәл осы формулаға қойып шығаратын боламыз. Зат мөлшері белгілі, ВМ бізде тұрақты шама. ВМ
22/4 әрқашан осы мәнге тең, осыны қойып бірден шығара берсеңіз болады. Ал енді мән орнына қояйық, яғни СО2 газының көлемін табамыз. Мінекей. Көлем СО2 үшін ню көбейтілген ВМ дедік. Ню дегеніміз мінекей мынаған тең екен. Қалай шықты соны айттым. Қалай біз осыны таңдап алдық түсіндірдім. Яғни 0,768 көбейту ВМ-нің мәні 22,4. Достар, мен барлық мәндерді егжей-тегжейлі айтып отырамын. Ештеңені жасырып, ондай ойым жоқ. Сондықтан да менің еңбегімді бағалап өтсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, өте қатты қуанышты болар едім. Және де мен де сіздерді бұдан да керемет көптеген видеолармен қуантамын деп уәде ете аламын сіздерді, достар. Мына жерде, яғни көбейткен кезде 0,768-ге 22/4-ті көбейткенде 17,2 литр. Мінекей, достар, осылай оп-оңай анықтадық. Бұл жерде барлығын егжей-тегжейлі түсіндірдім. Сонда да сізде қандай да сұрақ болатын болса, комментарийге жаза кетіңіздер.